Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін жасайтыным басқа тағатын ободок, соның үстінде гүлдер болады, роза гүлдері. Соны мына матамыздан жолақтар кесіп аламыз. Матамыз әртүрлі матадан болуға болады. Жібектен, органзадан, капрон, шифон, әртүрлі маталардан бола береді. Жолағымыздың жалпақ жағы 8 сантиметр, кішкентай жағы 5 сантиметр болады. Ұзындығы 80 сантиметр, ең кішкентай 50 сантиметр болса болады. Соны өстіп кесіп аламыз. Сосын арғарай қолмен тігеміз. Машинкамен тігуге болады, но бірақ біз қолмен тігіп көрсетемін. Бірінші міне кішкентай жағы 5 сантиметр жағынан бастаймыз. Енді жолағымыздың 5 сантиметр жіңішке жағын ровно 90 градусқа кесіп аламыз да, оны үшбұрыштатып, мына үшбұрышынан бастап тігеміз. Осылай. Одан кейін мына астыңғы жағына үстіңгі жағын параллельно, ешқай жерін бүктемей, жаңағы параллельно тура бірдей қылып тіге береміз. Бір линияда қылып, жаңағы үстіңгісі жағы бұралып тұрады енді. Солай болу керек. Осылай розаларды кішкентайын, үлкенін осылай жолағымызды асты мен үстін бір-біріне біріктіріп, көктеп шығамыз. Бұрын Қытайдың гүлдері болмай тұрған кезде барлық гүлдерді өстіп қолмен жасайтығымыз. Осылай жолақ қып жасаймыз. Одан басқа желатин етіп материалдарды. Сосын кейін бәрін формаларын кесіп, әртүрлі лепесток, жаңағы гүлдердің барлық түрлерін жасайтығымыз. Мен енді оны келесі сабақтарында көрсетемін. Әртүрлі гүлдер жасауға болады. Желатинмен, крахмалмен маталарды қатырып аламыз да, сол бойынша жасайтығым. Міне гүліміз көктеліп бітейін деп қалды. Аяқ жағын үшбұрыштатып бітіреміз. Мына гүлдің ерекшелігі бұл жай матаны қиғаштап кесіп жасауға да болады. Жаңағыдей полосканы, тура полосканы өстіп өзіміз қиғаштатамыз. Сонда бұралып шығады да, ол бұралған сайын сол әдемі роза болып шыға келеді. Гүліміздің түбін біріктіріп тігіп тастаймыз көктеп. Оны жауып тастауға да болады. Әдемілеп жауып, жаңағы тура гүлдік сияқты жасыл жапырақтарын салып, әртүрлі әдемі қылып жасауға болады. Розамыздың түбін әдемілеп тігіп болғаннан кейін, бұны ободокқа тігіп тастаймыз. Өздеріңіз көргендей әдемі роза шыға келді. Қазір енді екіншісін сөйтіп, екінші, үшінші, 5-6 роза гүлін жасаймыз. Көрсеткендей басын бітіп, кішкентай 5 сантиметр жағынан бастап ораймыз. Сол кезде ол әдемі болып шығады.
міне осындай қылып үлкен роза гүлдерін жасауға болады. Келесі видеомда үлкен қара органзадан жасалған, капрон органзадан жасалған роза гүлін жасап көрсетемін. Менің видеомнан қалып қалмаңыздар, қарап отырыңыздар. Көп рахмет сіздерге. Міне мына гүлдерімізді біз далада, таза ауада жасап отырмыз. Жанымда міне қыздарымды алып, соларға үйретіп отырмын роза гүлін жасауды. Бұл да бір өзінше өнер. Кезінде жаңағы әртүрлі көйлектерге бальный платье деп айтады ғой, соларға выпускной, солардың көйлектеріне осындай роза гүлі, әртүрлі гүлдер, хризантема дейді, шифоннан, капроннан әртүрлі гүлдер жасап, брошкасын көйлектеріне тағатын, етектеріне тағатын, белдеріне тағатын, шаштарына тағатын осындай гүлдер жасайтұғын. Енді олардың бәрін мен фотоға түсірмеппін ол кезде. Қазір міне жасағаным бұл ең оңай роза гүлі. Міне біздің ободогымыз дайын. Ал құрметті көрермендер, хош сау болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын. Аман болайық.